Өнеркәсіпті дамыту қорының қолдауымен Қостанай қаласының индустриялық аймағында Агромаш Холдинг KZ ауыл шаруашылығы техникасын өндіру зауытының қуатын арттыру жобасы іске асырылған. Агромаш Холдинг Қазақстанның астық пен жем-шөп жинау комбайндарды, тракторларды, сепкіштерді және басқа да ауыл шаруашылық өнімдерін кең ассортиментте өндіретін жалғыз өнеркәсіптік фабрика бола отырып, республиканың ауыл шаруашылық секторында жетекші орын алады. Зауыт 1982 жылдан бастау алады. Сол кезде бұл жерде Қостанай дизель зауыты құрылды. 2023 жылы Агромаш Холдинг Қостанай дизель зауытының негізгі активтерін сатып алып, ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруді іске қосқан кезде өндіріс кешені жаңа тыныс алды. Зауыттың жалпы ауданы 36 мың шаршы метрді құрайды. Аумақта кеңсе бөлмелері, жатақхана және зауыт қызметкерлеріне арналған білім беру орталығы бар. 2021 жылы кәсіпорында ауыл шаруашылық және коммерциялық техникаға арналған компоненттер шығаратын отарлау орталығы іске қосылды. Зауыттың өндірістік желісінің құрамы: металл қоймалары, құю бөлімшесі, дайындау бөлімшесі, дәнекерлеу бөлімшесі, ловол трактор кабинасының дәнекерлеу бөлімшесі, механикалық бөлімше, бояу бөлімшесі және құрастыру алаңы. Өнім ассортименті: Есил маркалы астық жинайтын комбайндар, ловол тракторлары, Кировец тракторлары, Дюц фар тракторлар мен комбайндары, алтын дән сепкіштері, ауыл шаруашылық автокомпоненттері. Жыл сайын зауыт қабырғаларында 25 мыңға жуық түйіндер мен компоненттер өндіріледі. Өнеркәсіпті дамыту қоры инвестициялары Агромаш Холдинг KZ зауыты үшін қуаттылығы жылына 4000 бірліктен асатын ауыл шаруашылық техникасын өндіруге арналған жоғары технологиялық жабдықты сатып алуға мүмкіндік берді. Бүгінде зауытта 700-ге жуық қызметкер жұмыс істейді. Өндірістік қуаттарды ұлғайту, машина жасауда кәсіби кадрлардың өсуін қамтамасыз ете отырып, кәсіпорында жаңа жұмыс орындарын құруға ықпал етті. Бұлайша жобаны іске асыру Агромаш Холдинг KZ зауытына өндірісті оқшаулау деңгейін арттыруға, ауыл шаруашылық компоненттерінің құны толымды өндіріске шығуға, сондай-ақ өндірілетін өнім ассортименттерін кеңейтуге мүмкіндік берді. Өнеркәсіпті дамыту қоры әрқашан импортты алмастыруға бағытталған және экспорттық әлеуеті жоғары жобаларды қолдайды. Осылайша ұлттық экономиканың өнеркәсіптік әлеуетін дамытуға ықпал етеді.